Біздің денеміз триллиондаған жасушалардан тұрады. Оның барлығы жұмыс істеуі үшін энергия қажет етеді. Бұл энергия жасуша ішінде, яғни митохондрияда өндіріледі. Мұнда тамақ химиялық энергияға айналады. Бұл энергия АТФ деп аталады. АТФ-ті митохондрия өндіреді, сондықтан жасушалар оны пайдалана алады. Митохондрия екі мембранадан тұрады. Сыртқы мембрана оны цитозольдан бөліп тұратын, және оны матрикстен бөліп тұрған ішкі мембранадан тұрады. Мембраналар арасындағы кеңістік мембранааралық кеңістік деп аталады. АТФ митохондрияның ішкі мембранасында тотыға фосфорлану механизмі арқылы бірнеше мембрананы қамтитын ақуыз кешендерінде жүреді. Матрица мембрана аралық кеңістік. Қоректік заттар протондарды матрицадан мембрана аралық кеңістікке айдау үшін ақуыз кешендерін пайдаланатын надаш түріндегі жоғары энергиялы электрондарды қамтамасыз етеді. Мембрана аралық кеңістіктегі оң зарядталған протондар матрикстегі теріс зарядталған протондарға тартылып, протон градиентін жасайды. Протондар АТФ синтазы ақуыз кешені арқылы матрицаға қайта енгенде, олар АТФ өндірісін қайта катализдейді.